терезе жауып тастасам да даусың естіледі. Ондай келмей жатыр. Уже жатты. Уже анжерге байладық, анжерге байладық. Жүрегім десем. Айтты сізді күткен ғой. Ей, шуламандар, ей. Қайын деп жатыр, ляғы. Шығып жатыр, ляғы. Ойбай. Құдай-ай. Қайырлы кеш, қыздар. Короче, наша милашка босанды. Алхамдулилла. Ну, бұл жерден біз білмейміз ғой, саяхатқа кетеді, без понятия. Скорее всего. Да, все круто. Просто не надо как... немесе күнді. Мама сияқты, сұрттырында іздейді, вроде маңырап тұрмын, іздейді. Как тез жерде. Мысалы, кейін айтады, ай ғой, жаңар ғой деп. Айтам, все равно бұларда да сезім болған шығар деп. Сол, алхамдулилла, енді. Босанды, но мертвый емес, живой болып келді и өліп қалды. Шетінеп кетті деп айтамыз ба? Не ғой, скорее всего, күнінен ерте босанды. Жетінші өмірі лақ болды.
шипаны беретін Аллах тағала. Мен просто түрлі манипуляциялар жасаймын, бірақ шипа менен емес, жеңілдік сезімі менен емес. Мен өз тарапымнан саған жақсы болуға білетін нәрселерім жасаймын. Ал шипаны беруші, ол Аллах тағала. Сондай нәрсе. Так что андай түрлі емші, әулие деп жүрген, түрлі бір жаңағыдай не дейді, халық емшісі деген неше түрлер бар ғой. Осындай вроде бы намаз оқиды, вроде бы Аллахтың сөзі, но мына жерде бір керемет бірдемелер істеп жатқан сияқты деп. Олай емес. Шипаны беретін Аллах тағала. Негізінде біз тек қана Құран аяттармен жаңағыдай руқия оқи аламыз. Ұстап тұрып ауыратын жеріміз, сол жерге сүрелерді оқимыз. Иншалла түрлі шөптер жеуге болады, дұрыс тамақтану, спорт. Вот болды. Біреу саған жұмыртқамен, айранмен, білмеймін енді түрлі нәрселермен, көзмойыншақпен, сені бір шөппен аластайды деген, или там бірдеңеге бір оқып су деп бірдеңе деген, астағфирулла, ондайға ілікпейміз, хорошо. Мен просто саған миың тынығу үшін түрлі жағымды, ұнамды дыбыстар шығарып жатырмын. Болды, иншалла. Ал ар жағынан шипа Аллах тағаладан. Мен ешқандай емші емеспін, көріп келемеспін. Мен сразу айтам, мен Аллах тағаланың құлымын. Мен өзімнің жағдайымды дұрыстай алмай жүрген. Мен өзімнің болашағымды білмеймін. Так что мен саған ондай нәрселермен көмектесе алмаймын. Даже емшілер де солай өздерінің жағдайларын емдей алмай жүрген, өзін реттей алмай жүрген адам қалай сенің жолыңды ашып жібереді? Мысалға, өзінің жолы болмай жүрген адам ғой ол. Какой-то бір жалдамалы бір үйінде отыр деген сияқты. Или даже ол керемет бір бай емші болуы мүмкін, но все равно шындармен байланыс болса, сенің алақаныңа, түріңе қарап, уже сенің өткеніңді или келеріңді айтып тұрған бір емші болса, ондайлардан қашып кет сразу. Ал сені көріп, сынығыңды дұрыстап берсе, осындай шөп іш деп, денеңді бір уқалап, Құран аяттарын оқып қана жіберсе, онда альхамдулилля. Ал самый главный, ол сенің кейініңді, болашағыңды айтып, және саған қарап тұрып, сені мына жерің